10 сынып физика 3-тоқсанға арналған БЖБ-2. Электр су қыздырғышы ұзындығы 20 метр кабель арқылы тоқ көзіне қосылған. Кабель көлденең қималары 4 мм квадрат. 2 мыс өткізгіштен тұрады. Мыстың меншікті кедергісі 1,7 оның -8 дәрежесі 10 көбейтілген метр. Әр өткізгіштің кедергісі 0,85 Ом болатын көрсетіңіз дейді. Енді бізде астында әр өткізгіштің кедергісі 0,85 Ом болатын дәлелдеуіміз керек. Ол үшін R тең Rho LS формуласын салсақ жеткілікті. Біздегі Rho деп отқанымыз меншік кедергі 1,7 оның -8, оны көбейтем ұзындық 20-ға бөлемін 4 көбейту оның -6-ға. Неде 20 мен 4 қысқарады 5 болады. 5-ті 1,7-ге көбейтетін болсақ, ол бізде 8-де 5 көбейтілген оның -2 дәрежесі 10 болады. Бұл дегеніміз 0,85 Ом деген сөз. Міне дәлелденді. Кедергі міне мына жерде екеуі бірдей болып тұр. Келесі высы. Электр су қыздырғышының жұмыстық тоғы 37 ампер. Кабель өткізгіштеріндегі толық кернеу түсуін есептеңіз. Бізде кернеу деп отқанымыз ол тоқ күшін R-ға көбейтеміз кедергіге. Тоқ күшіміз бізде 37, осыны көбейтем 0,85-ке. Енді есептейміз. Ол 3-те 145 вольт болады. Келесі. Неліктен кабельге көлденең қимасының ауданы 6 мм квадрат өткізгіштерді қолданған дұрыс болатын түсіндіріңіз дейді. R тең Rho LS формуласы бойынша біздегі Rho деп отқанымыз 1,7 оның -8, оны көбейтемін. L ұзындығы бізде 20-ға тең, ал S деп отқанымыз 6 көбейту оның -6 дәрежесі болады. Енді осыны есептейміз. 5-те 6 көбейту оның -2 дәрежесі 10 болады екен, яғни 0,56 Ом. Енді қараңыздар, сонда көлденең қимасының ауданы қаншалықты үлкен болған сайын біздің кедергіміз кемиді екен. Кедергі кемисе бізде тоқ күші артады деген сөз. Келесі. Электр қозғаушы күші және ішкі кедергісі R батарея тізбектегі көрсетілгендей жалғанады. Кілт ашық тұрған кезде вольтметр көрсету 12 вольт, кілт тұйықталғанда вольтметр көрсеткіші өзгереді және оның көрсетуі 8 вольт болды. Вольтметр көрсеткішінің өзгеру себебін түсіндіріңіз. Өз түсіндіруіңізді формулалар қолдану арқылы жазуға болады дейді. Ең бірінші бізде мынадай нәрсе. Вольтметр не себепті өзгереді? Что? Бізде былай ең бірінші бізде вольтметр ашық тұрған кезде мынандай болады. I тең E бөлінген R болады. Не себепті? Что мынау R кедергі бұл жерде қатысы жоқ. ER. Яғни тоқ күші E бөлінген R болады. Бұл кезде бізде білеміз U тең I көбейтілген R-ге екенін. Сол кезде біздегі кернеуіміздің көрсетуі үлкендеу болады. Ал егер де тоқ күшін жабық тұрса мынау, яғни мынаны қосатын болсақ, бізде I тең E R қосылған R болады. Енді осы жерден бізге кернеу керек болады әрине. Бізде кернеуіміз U тең I көбейтілген R ғой. Енді қарайтын болсақ, осы жерде бізде кедергі артты. Кедергі артса тоқ күші кеміді. Тоқ күші кемісе бізде кернеуіміз де кемиді. Дәл осылай жазсақ болады. Келесі. Кілт жабық тұрған кездегі тізбектегі тоқтың мәнін есептеңіз дейді. Міне мынау кілт жабық тұрған кезде. Енді бізде тізбектегі тоқтың мәнін есептеуіміз қажет. Ол үшін ең бірінші не істейміз? Ең бірінші бізде кілт жабық тұрған кезде ол 8 вольтты көрсетіп тұр. Сонда тоқтың мәнін есептейміз. U бөлінген R деп. Біздегі 8-ді бөлеміз мына 4-ке. Сонда кілт жабық тұрған кезде бізде 2 ампер тоқ күшін көрсетеді. Келесі. Кілт ашық тұрған кезде вольтметр көрсету 12 вольт, кілт тұйықталғанда вольтметр көрсеткішінің өзгерісі 8 вольт болды. Тоқ көзінің ішкі кедергісін анықтаңыз деп тұр. Енді қараңыздар, ішкі кедергіні біз қалай анықтаймыз? I тең E R қосылған R. Енді біздегі жаңа айттық тоқ күшіміз ол 2-ге тең болды. 2, ал электр қозғаушы күшіміз бізде міне қараңыздар 12 вольт. 12
R деп отқанымыз ол бізде жалпы ана жерде кедергі 4-ке тең, қосамын оны R-ға. Сонда 4 қосылған R тең болады 6-ға. R деп отқанымыз 2 Омға. Ішкі кедергіміз сонда 2 Ом болады. Кеттік келесі. Электр қозғаушы күші 12 вольт, ішкі кедергісі елеусіз аз тоқ көзіне бір текті АВ металл сымы қосылған. Сымның ұзындығы 1 метр және кедергісі 10 Ом. Кедергілер сәйкесінше 4 Ом және 2 Ом екі резистор өзара тізбекте жалғанып, осы тізбекке қосылған. 1-2-3 тоқтар тізбекте суретте көрсетілгендей ағады. Кирховтың бірінші заңын қолданып, 1-2-3 тоқтар арасындағы байланысты жазыңыз дейді. Бізде мынау бірінші тоқ А нүктесіне келді. Қараңыздар. Сонда бұл жерде I1 тең болады I2 қосылған I3. Не себепті? Что? Мына бірінші I1 тоғымыз 2-ке бөлініп кетті ғой. I2, I3. Сол себепті екеуінің қосындысы ол I1-ге тең деген сөз. Кеттік келесі. I мәнін есептеңіз дейді. Жалпы тоқ күшінің мәнін есептеу керек. Ол үшін не істейміз? Бізде I тең болады U жалпы бөлінген R жалпы. Енді біздегі U жалпы деп отқанымыз ол жалпы кернеуіміз ол 12-ке тең. Енді мына жерде кедергіміз 4 пен 2-ның қосындысы 6. Мына екі кедергіміз бізде 6 Ом. Ал мынау мыс сымның кедергісі тоже берілген, ол 10-ға тең. Енді екеуі бір-біріне параллель болып тұр ғой. Сонда R жалпыны табатын болсақ, 1 бөлінген 10 қосылған 1 бөлінген 6. Ортақ бөлім 60 болады. Мына жер 10, мына жер 6 болады. 10-ға 6-ны қоссақ 16 болады. Сонда R жалпы тең болады 60 бөлінген 16-ға. Енді R жалпы мына жерде тоже 60 бөлінген 16. 16 жоғары шығып кетеді. 16 көбейтілген 12 бөлінген 60. 60-ты 12-ке бөлетін болсақ, мына жер 5 болады. 16-ны енді 5-ке бөлеміз. 3,2 ампер болады. Кеттік келесі. С және Д нүктелері арасындағы потенциалдар айырымын анықтаңыз. АС аралығы 40 см, Д нүктесі тізбектелген екі кедергілердің арасында орналасқан. Енді қараңыздар, бізде жалпы тоқ күші, яғни жаңа таптық 3,2 ампер болды. Енді біз мына әрқайсысындағы тоқ күштерін табуымыз қажет. Ол үшін не істейміз? Ол үшін бізде I3-тегі тоқ күші ол былай болады. U жалпы бөлінген 4 пен 2-ның қосындысы бізде 6. Біздегі U жалпы деп отқанымыз 12, оны 6-ға бөлсек, бізде 2 ампер. Мынау I3-тің тоқ күші 2 ампер, значит I2 бізде 1,2 ампер болады. Енді С және Д нүктелеріндегі бізде потенциалдар айырымын анықтауымыз қажет. Бізде АС-ның арасы 40 см деген, қараңыздар енді. Бізде жалпы АВ 1 метр және оның кедергісі 10 болды ғой. Ал енді 0,4 метр болған кезде R АС-ның кедергісі қандай болады? Яғни R АС бұл жерде 4 Ом болады деген кедергісі. Бізде С нүктесіндегі потенциалды анықтайтын болсақ, ол жерде 1-де 2-ні көбейтемін 4-ке, ол менде 4,8 вольт болады. Ал Д нүктесіндегі потенциалымыз ол бізде 4-ті көбейтемін 2-ке 8 вольт болады. Енді потенциалдар айырымын анықтайтын болсақ, ол жерде 8-ден азайтамын 4,8-ді, ол менде 3,2 вольт болады. Кеттік келесі. Электр тізбегі 2 гальвани элементі мен 3 резистордан тұрады. Сызбада тоқ көздерінің электр қозғаушы күшінің бағытын көрсетіңіз дейді. Электр қозғаушы күшінің бағыты міне, мына плюстан шығады, былай кетеді. Мына жерде тоже мына үлкен жағы плюс, кіші жағы минус, плюстан всегда шығады. Сызбасын сыздық. Сызбада әр резистор арқылы өтетін тоқ бағытын көрсетіңіз. Міне, мына жерден келген тоқ I1 тоқ, и ол мына жерге келеді, R1-ден өтеді, мына жерден I1. Міне, мынаған келетін тоқ I2, бұл бізде шықса ол да I2 болады. Ал мынаған кіретін тоқ бізде I3. Шығатын тоқта ол жерде I3 болады. Міне, сызбадағы тоқтың бағытын көрсеттік. Берілген электр тізбегі үшін Кирховтың бірінші заңын жазыңыз. Кирховтың бірінші заңы ол тоқ күштеріне байланысты болады. Яғни бұл жердегі I3 тоқ күші I1
1 мен А2-нің қосындысына тең болады. Мынау бізде с бізде осындай болады. Міне жаздық. Берілген электр тізбегі үшін Кирховтың екінші заңын жазыңыз. Кирховтың екінші заңы бізде ең бірінші бағытын беріп аламыз. Электр қозғаушы күшінің бағыты былай болып жатыр. Сағат тілімен бағыттас. Ал мына жерде электр қозғаушы күшінің бағыты сағат тілінің бағытымен қарама-қарсы. Бұл жердегі д бізде E1 тең болады. I1 көбейтілген R1 қосылған I3 көбейтілген R3. E2 тең болады. I2 көбейтілген R2 қосылған I3 көбейтілген R3. Осымен менің БЖВ талдауым аяқталды. Егер БЖВ талдау ұнаса каналға тіркел, лайк бас, все қоңырау жазылмасын. Осы БЖВ талдауды достар